Barchаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен қатқан наннан жасалатын тағам, оған мен қосамын картошка, бір пияз қосамын. Осылай картошкамыз, пиязымызды ашып дайындап аламыз. Енді тураймыз. Бір пиязымды осылай турап алдым. Картошкамды да дәл осылай турап аламын дайындап. Нандарымды бөліп майдалап бөліп шығамын. 2-3 күн тұрған нан болу керек. Свежий жұмсақ наннан болмайды. Осылай картошкаларымыздың бәрін турап аламыз міне. Нанымызды да үзіп бөліп, яғни осылай майдалап аламыз. Майымызды қыздырамыз. Қызып тұрған майға пиязымызды салып, қызыл қылып қуырып аламыз. Осының үстіне картошка саламыз. Картошкамызды да тоже қызыл қылып қуырамыз, ұзақ қуырамыз. Өйткені картошкамыз қатты болып қалмау керек. Нанымыз көп су құйсақ жұмсарып кетеді. Сол себепті біз бір пиала ғана су құямыз. Картошкамыз тез пісу үшін қызыл қылып қуырып аламыз. Міне осылай қызартып қуырып алдым. Енді үстіне нанымызды салдым. 4 жұмыртқа қостым мен. Міне сары жұмыртқаларымыз. Bir piyalay su құйдым, тұз салдым. Міне өте дәмді, тез дайындалатын, наннан жасалатын тағам. Бізге енді ас болсын. Өте дәмді, наннан картошка, пияз, жұмыртқа қосып жасаланатын тағам. Менің балаларым жақсы көреді.